Құрметті оқушы, мен сізге Тәуекел ханның тұсындағы қазақ-өзбек қарым-қатынастары туралы сабағымды бастамақшымын. Көңіліңізді аударып, мына нәрселерді зейініңізге тоқи отырсаңыз жақсы болады. Сонымен, Тәуекел хан билік құрған кезден бастап, қазақ хандығының жерін ол оңтүстік өңірлер есебінен кеңейтуге тырысты. Ал енді қазақ ханы Тәуекел, құрметті оқушы, мынаған назар аударыңыз. 1583 жылы Тәуекел хан бұрынғы ант беріскен шартты бұзды. Егер есіңізде болса, ант беріскен шартты Хақназар хан Абдаллах ханмен жасасқан болатын. Ал енді тарихи ант беріскен шартты кім бұзды деген сұрақ келсе, Тәуекел хан деп жауап беріңіз. Қай жылы бұзды деген сұрақ келсе, 1583 жыл деп жауап берсеңіз дұрыс болады. Сөйтіп, Тәуекел хан көп әскер жиып, Абдаллах ханға қарсы шабуыл бастап, Сауран, Түркістан, Отырар, Сайрам, Ташкент қалаларына қауіп төндірді. Ал енді, құрметті оқушы, сізге мынандай сұрақ келсе, былай деп те жауап беріңіз. Тәуекел хан қай қалаларға қауіп төндірді десе, Абдаллахтың иелігіндегі болған, қайтадан қайталайым, Сауран, Түркістан, Отырар, Сайрам, Ташкент қалаларына. Ал енді 1597-1598 жылдар аралығында, ал енді нақтырақ айтсақ, 1598 жылдың қысында Өзбек ханы Абдаллахпен және оның баласының арасында қайшылық пайда болады. Ал енді осы жағдайды тиімді пайдаланған қазақ ханы Тәуекел Абдаллахқа қарсы соғыс ашады. Сөйтіп, 1598 жылы Ташкент қаласының түбінде Абдаллах хан қазақ ханы Тәуекелдің әскерінен ойсырай жеңіледі. Енді мынаған назар аударыңыз, құрметті оқушы. 1598 жылы Тәуекел ханның әскері қай жаққа қарай баса көктеп кірді деген сұрақ келсе, сіз былай деп жауап беріңіз: Мәуереннахрға. Ал енді, құрметті оқушы, Мәуереннахрдың Сырдария мен Амударияның аралығындағы жер екендігі белгілі. 1598 жылы қазақ ханы Тәуекел өзінің қол астындағы 70-80 мың әскерімен Өзбек хандығының астанасы Бұхар қаласына қарай шабуыл бастады. Ал өзінің інісі Есім ханға 20 мың әскер беріп, оны Самарқан қаласына шабуыл жасауға аттандырды. 1598 жылғы Бұхар қаласына жасаған жорығының кезінде Тәуекел хан Бұхар қаласын 20 күн қоршауда ұстады. Құрметті оқушы, сізге сұрақ болып келуі мүмкін. Тәуекел хан қай қаланы қанша күн қоршауда ұстады деген сұрақ келсе, сіз былай деп жауап беріңіз: Бұхара қаласын 20 күн қоршауда ұстады. Ал енді Бұхара қаласының түбіндегі шайқас қазақтар үшін өте ауыр болды. Ал Бұхар қаласының түбіндегі болған ауыр шайқастардың бірінде қазақ ханы Тәуекел ауыр жарақат алады. Құрметті оқушы, ол сізге сұрақта болып келуі мүмкін. Тәуекел хан қай қаланың маңында, қай жылы ауыр жарақат алды десе, былай деп жауап беріңіз: 1598 жылы Бұхар қаласының түбінде. Ал енді Бұхар қаласының түбінде өзі ауыр жарақат алғаннан кейін Тәуекел өзінің әскеріне кері шегінуге бұйрық берді. Ал енді қазақ Бұхар әскерлерінің арасындағы шешуші шайқас қай қаланың түбінде өтті десе, былай деп жауап берсеңіз болады: Ташкент қаласының түбінде 1598 жылы қазақ-өзбек әскерлерінің арасында шешуші шайқас өтті. Осы шайқас қазақ ханы Тәуекелдің әскерінің жеңіп, өзбектердің әскерінің жеңілуімен аяқталды. Бірақ 1598 жылы қазақ ханы Тәуекел Бұхар қаласының түбіндегі алған жарақатынан Ташкент қаласының түбінде қайтыс болады.
Ал енді сізге мынандай да сұрақ келуі мүмкін. Ұзақ жылдарға созылған қазақ-өзбек соғыстары немен аяқталды десе, Ташкент қаласының 1598 жылы қазақ хандығының құрамына өтумен аяқталды. Ал енді, құрметті оқушы, мынаған да назар аударыңыз. 1598 жылы қазақ хандығы да, өзбек хандығы да хансыз қалды. Екі жақтың сұлтандары, яғни қазақ, өзбек сұлтандары бейбіт келісімге келіп, алдағы уақытта соғыстарды тоқтатуға қол қойды.